Папа творожный пирог дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге осындай безглютен сода керек болады. Күріш ұны, кокосовый масло, сироп топинамбура және 2 жұмыртқа. Ең алдымен тестамызды дайындап аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Одан кейін кокосовый маслоны қосамыз. Одан кейін сироп топинамбураны қосып, безглютен соданы салып, кішкене араластырып аламыз. Және күріш ұнын қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Және тестамызды салатын форманы дайындап аламыз. Ең алдымен 18 диаметрлік форма етіп алып, пергаменттің астынан фольгамызды төсеп аламыз. Пергаментіміз дәл осы кольцомен сәйкес болу керек, яғни 18 диаметр болу керек. Және қамырымызды дәл видеодағыдай біркелкі етіп жайып, және жоғары жағында көтеретін боламыз. Және де қамырымыз жыртылмауы маңызды, себебі творожный масса ағып кетуі мүмкін. Дәл осы сәтте печкамызды қыздырып қоямыз, себебі 10-15 минут алдын қыздырып қою өте маңызды. Творожный массамызды дайындаймыз. Ол үшін сметана керек, және сироп топинамбура, және творог. Барлығын жақсылап араластырып, блендерлейміз. Осы творожный массаға президенттің 20% сметанасын және 5% творог пайдаландым. Творожный массамыз дәл осы видеодағыдай біркелкі болуы маңызды. Және тестамыздың үстіне осы творожный массамызды құйып шығамыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осы творожный массаға ягоды
немесе өзіңіздің қалаған жемістеріңізді қоссаңыздар болады. Печкаға байланысты әртүрлі градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Менің печкамда 150 градуста 30-40 минут пісірдім.